Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен осы Pinduoduo сайтында карточкаларды, егер сіз жоғалтып алған болсаңыз, қалай қайтадан басқа карточканы тіркеуге болады, сол туралы көрсететін боламын. Мінекей мына жерде мынау карточка мынаны бассаңыздар, карточканы енгізетін жер шығады. Міне үшінші тұрғанды басасыздар. Міне осы жерде мына қызылды басасыз. Мен отпечатка пальцев сұрап тұр. Так. Енді мына ең астына қарай түссеңіздер, не жерде? Міне мына тұрған жерде біз осы жерге өзіміздің карточкамызды енгіземіз. Ол үшін Каспи-банктегі өзіңіздің Мой банкке кіріп, реквизиттерді аласыз. Мінекей карточканы осы жерге осындай сандарды енгізіп қоясыз. Дальше қызылды басасыз. Сосын сізде не жерде аты жөніңізді бірінші тұрған жерге, сосын карточка қай уақыттан қай уақытқа дейін действовать етеді, соны жазасыз. Сосын астында карточканың артында тұрған 3 санды жазасыз. Так, менде карточка 26 жылға дейін и апрель айы. Мінекей үстіп белгілейміз. Сосын мына жерге карточкамыздың артындағы санды жазамыз. Так, мына жерге енді карточканың артындағы санды жазамыз. Мінекей үстіп барлығын толтырғаннан кейін дальше қызылды басамыз. Мінекей бізде карточкамыз тіркелді. Мінекей бізге SMS келді Каспиға. Енді бұрынғы карточканы удалить етіп тастасақ болады. Мінекей біз новый карточканы тіркедік. Енді осы новый карточкамен оплата жасап көрейік. Менде төлемей қалған товарлар бар. Мінекей мынаны төлеп тастайық, например. Мынау оплата жасау. И мына жерде мінекей карточка таңдалып тұр. Осы жерде мына карточканы таңдаймыз. Үстіп таңдаған кезде осы карточкадан список етілетін болады. Мына жердегі карточканың артындағы 3 санды сұрап тұр. Соны енгізесіздер. Енгізгеннен кейін қызылды басып төлем жасай бересіз. Ешқандай қайтадан пароль ішінде ойлап тапқан жоқпын. Неге менде список етілді. Көрдіңіздер ме? Осылай новый карточкаңызды тіркеп, оплата жасай берсеңіздер болады. Енді достар, біз жаңа оплата жасадық. Енді бізге бұрынғы карточкамызды отвязка жасау керек, удалить етіп тастау керек Pinduoduo сайтынан. Мінекей не жерде біз жоғарыда тұрған мынаны басамыз. Мына біреуді басамыз. Сосын астында тұрған соны тұр ғой, соны басамыз. Картаны Pinduoduo сайтынан отвязать ету. Мынаны басамыз. Осы жерде төлем паролін сұрайды. Төлем паролін осы жерде енгіземіз. Егер ұмытып қалған болсаңыз, көкті басып, қайтадан восстановить етіп алсаңыз болады. Ал егер осы жерде төлем паролін енгізетін болсаңыз, сіздің картаңыз, ескі картаңыз удалить етілетін болады. Төлем паролін енгіздік. Все, болды. Менің картам ана жерден өшті. Все, көрдіңіздер ме? Жойып кетті. Осылай ескі картаны удалить етіп, жаңа карточканы добавить етсеңіздер болады. Видеоны ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.